Сәлеметсіздер ме балалар? 31-ші сабақ шамаларды өлшеу тақырыбымен танысатын боламыз. Ең алдымен балалар, біз осыған дейін бірнеше шамамен таныстық. Олардың біздің өмірімізге аса қажет екенін білдік. Бүгін біз шамаларды қосу мен азайтуды пысықтайтын боламыз. Балалар, бірінші суретке назар аударайық. Сырым көрсетілген мөлшерге дейін тағы қанша литр су құю керек? Өзі аквариумда 7 литр су бар. Оған қанша литр су құйса 9 литр су болады. Есептеп көрейік. 7 литрге 2 литрді қоссақ 9 литр су болады екен. Келесі суретке назар аударайық. Әлия ұзындығы 10 см ермексазды қандай бөліктерден алды? Ол бірінші 6 см ермексазды, екінші 4 см ермексазды алды. Сонда барлығы 10 см болды. Екінші тапсырма, заттарды массаларының кему ретіне қарай ата. Ең алдымен, ең үлкен көлемді бұл бізде картоп 8 кг. Одан кейін жәшіктегі қызанақ 7 кг. Одан кейін жәшіктегі қияр 6 кг. Одан кейін қарбыз 5 кг, қауын 4 кг және себеттегі алма 2 кг. Ең аз көлемді себеттегі өрік 1 кг екен балалар. Келесі үшінші тапсырма, бір себетті таңдап ал, себеттегі сан шығу үшін оған 3 жұп орамын сал. Мен мысалы 8 сан таңдаймын. Ол сан шығу үшін мен 4 қосу 3 қосу 1 деген сандарды таңдаймын. Сонда 8 деген сан шығады. 9 саны шығу үшін 4 қосу 3 қосу 2. Мысалы, 10 сан шығу үшін 5 қосу 3 қосу 2. Сонда 10 деген сан шықты. Осылай балалар, арқарай өздерің де басқа да түрлерін алып, басқа да жіптерді алып, қосып шығарсаңдар болады. Соңғы тапсырма тез есепте. 1 қосу 1 2, 2-ке 1-ді қоссаң 3, 3-ке 2-ні қоссаң 5, 5-тен 1-ді алсаң 4, 4-тен 1-ді алсаң 3, 3-ке 2-ні қоссаң 5, 5-тен 2-ні алсаң 3 екен. Сонда мәні 3 шығады екен балалар. Дәптерімізге жазып аламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз балалар.